Егер сіз қолданбайтын приложениеден сообщение келген қалмасаңыз, видеоның соңына дейін көріңіз. Егер сіз қолданбайтын приложениеден сообщение келген қалмасаңыз, видеоның соңына дейін көріңіз. Бүгінгі видео сол туралы болады. Егер сіз қолданбайтын приложениеден сообщение келген қалмасаңыз, видеоның соңына дейін көріңіз. Бүгінгі видео сол туралы. Дәл қазір каналыма кіріп, басқа да видеоларды көріп кетсеңіздер болады. Егер сіз қазақша әдемі шрифттарды қайдан алуды білмесеңіз, менің YouTube каналымда қазақша әдемі шрифттарды қайдан алуға болатыны және оны CapCut'қа қалай қосу керектігі туралы видео салынған. Менің YouTube каналымда Android WhatsApp'тан қалай скрыть чат жасауға болатыны туралы тағы да басқа сізге керек мәліметтер таба аласыз. Бүгінгі видеода тек қана сообщениені запретить етуді емес, қалай приложениені скрыть етуді де үйренеміз. Настройка барлық Android'та бірдей, мысалы Oppo'да, Vivo'да, Samsung'да, тағы да басқа Android телефондардың барлығында бірдей. Сол үшін настройкаға кіріп, іздеп әуре болмас үшін поискқа уведомление деп жазамыз. Осы жердегі 6-шы батырманы басамыз. Содан кейін уведомление приложение дегенді басамыз. Осы жерде сообщение келетін барлық приложение болады. Енді көк кнопканы артқа қарай басу арқылы сообщениені запретить ете аласыз. Видео түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі қалай приложениені скрыть етеміз. Әр адамда әртүрлі ситуациямен приложениені скрыть етеді және мысалы көбісі білмеуі мүмкін қалай приложениені скрыть етуді. Мысалы мектепте телефон тексерген кезде сізге керек приложениені басқалар көрмес үшін скрыть приложение жасауға болады. Және оны қалай жасайтынын дәл қазір көрсетемін. Ол үшін безопасностьқа кіреміз. Және астынан шығатын кезде конфигурация приложение деген болады. Сол ортасына басамыз. Достар, бұл жерде фонды мен қара қылған жоқпын. Сіздерде қара болмайды, көрініп тұрады, ал менде видеоға түсіріп тұрғаннан кейін қара болды. Яғни бұл жерде пин-код жазу үшін осындай қара болып қалады. Сіздерде де пин-код болу керек. Пин-код болмаса пин-код қойсыздар, ал пин-код болса ашып, осы жерде скрыть приложениені басасыздар. Содан кейін өздеріңіз қалаған приложениені скрыть етесіздер. Ол бір немесе одан да көп болуы мүмкін. Енді қазір өздеріңіз көріп тұрғандай қойу приложениесін скрыть етеміз. Қойу приложениесі скрыть етілді, енді оны главный экраннан көреміз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай қойу приложениесі жоқ, яғни главный экранның үш бөлігінде де жоқ. Енді оны қалай табамыз? Ол үшін алдыңғы 2 пальцы мен экранды түртеміз. Жоғарға қарай, просто аны былай түртем. Яғни жаңа айтып тұрғандай, мен фонды қара қылған жоқпын. Пин-код жазатын кезде осылай қара фонды айналдырады. Ал егер сіздер пин-код жазатын болсаңыздар, сіздерде көрініп тұрады. Пин-код 4 немесе 6 цифрдан болады, бірақ менде 6 цифрдан. Және оны оңай қоюға болады, себебі бұл туралы ешкім білмейді. Өздеріңіз көргендей папкада тұрады, бірақ ол главный экранның ешқандай бөлігінде болмайды. Өздеріңізде көрсеңіздер болады, приложение скрыть ететін кезде мен Vivo'мен істеп тұрмын. Vivo болса сіздерде менікінде қылып, видеодағыдай қылып жасайсыздар. Ал Samsung болса осы жерде түсіндірме берілген, қалай ашады, оны қалай табады. Сонымен қатар, сіздер пин-кодты қойған кезде ол тек скрытый приложение ғана қойылмайды. Мысалы, сіз галереяңыздағы фотоны скрыть етсеңіз, оған пин-код қоясыз. Және сол пин-код скрытый приложениемен
скрытый фотоға бірден қойылады.